Ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгін сіздермен газ туралы видеоның жалғасын түсірсек па деп жатырмыз. Яғни газ қоюдың минустары мен плюс жақтары. Және де на комментарийда көп жігіттер сұрап жатыр. Газ қойдырсақ клапан күйіп кете ма, клапанда регулировка жасау керек па, моторға әсер етеді ма деп, сол туралы азды кем видео түсірсек па деп жатыр. Осындай әдемі табиғаттың ортасында жанымызда су ағып жатыр, мына жағымызда елкалар. Қай жер білсеңіздер комментарийға жаза кетіңіздер. Жігіттер, видеоны соңына дейін көріп, комментарий жазып, подписаться кнопкасын басып кетіңіздер. Осы газ қойдырудың ең ұнамаған минус жағы маған осы мотордың айналасындағы бос кеңістіктердің бәрін патрубкілермен проволокалары жауып тұрады. Сосын тағы бір ұнамаған жері, осы жерде фильтр бар. Сол фильтрді ауыстыру өте кішкене қиындау екен. Және де тағы бір айта кететініміз, май тексерген кезде именно майдың үстіне редукторды қойып қойған. Неге май тексеретін жерге редукторды қойып қойған, әлі күнге дейін мен үшін түсініксіз. Екеуі бір-біріне мешайт етіп, қолайсыздық тудырады. Және де осы жерлерде алдында бір антифриз кішкене мокрить етті. Соны жөндей қалайын десем, осы газдың патрубкілері мен нелері, проволокалары ананы ауыстыруға кәдімгідей қолайсыздық келтіріп, кішкене қиындық тудырады екен. Және де осы мотордың айналасынан бір бәлесін жөндей қалайын десең, осы патрубкілер мен проволокалар мешайт етіп, осы жерлерде шашылып, бүкіл бос кеңістіктерді алып жатады. Сол кішкене ыңғайсыз болады. Сосын тағы бір минусы багажы. Яғни запаскының орнына газ қойып тастасаң, запаскың багажда жатады. Ал багаждан запаскыңды алып тастасаң, запаскысыз жүресің дегендей ғой. Мысалы, запаскысыз жүрсең, бір жерде баллоның жарылып қалса, жолда қаласың дегендей ғой. Және де тағы бір минусы адамның денсаулығына әсер етеді дейді. Яғни еркектік күш қуатына әсер етеді дейді. Ол қаншалықты рас, ол жағын білмедім. Егер сіздер білетін болсаңыздар, комментарийға жазып, сол туралы жазып кетсеңіздер болады. Және де тағы бір айта кететініміз, газдың переоборудование деп документ жасау керек. Ол да бір кішкене адамның уақытысын алып, газ бензинге документ жасау керек. Сонымен кішкене уақыттарыңызды жоғалтасыздар. Мен білетін осындай кішігірім минустары бар. Бұдан басқа тағы да қандай минустары бар білсеңіздер, комментарийға жаза кетіңіздер. Сосын комментарийда көп жігіттер жазып жатыр екен, клапанға әсер етпей ма, клапаныңыз күйіп кетіп жатқан жоқ па, немесе моторға қалай әсер етіп жатыр, машина тартпай қалмай ма дегендей қосымша сұрақтар қойып жатыр екен. Менде ондай ешқандай қиындықтар болып жатқан жоқ. Клапаным күйіп, немесе клапанға даже регулировка жасамағым. Осы уақытқа дейін моторды да ашпағам. Бұлай жүруімнің сыры уақытылы фильтрлерді ауыстырып, уақытылы обслуживание жасап, және де ең басты айта кетерлігі, газбен қатты жүруге болмайды жігіттер. Ары кетсе 130-бен жүріңдер, одан артық жүруге болмайды. Одан артық жүрсеңдер, клапан күйіп кету немесе моторға әсер ету қаупі бар. Және де тағы бір айта кетерлігім, мысалы, постоянно азынан қара кешке дейін немесе 1000 километрлеп, 2000 километрлеп газбен жүре беруге болмайды. Анда-санда бензинге ауыстырып қойыңыздар. Мысалы, 500 километр газбен жүрсеңіздер, 100 километр бензинмен жүріп қойыңыздар дегендей. Екеуін ауыстырып жүрсеңіздер, ешқандай проблема болмайды. Сол кезде газыңыз да құртылмайды, моторыңызға да әсер етпейді, клапандарыңыз да нормально жүретін болады. Енді сіздерге газ қоюдың плюс жақтарын айта кетейін.
ең басты плюсын, екі плюсын айта салайын. Сол екі плюсы бүкіл газдың минустарын жаба кетеді деп ойлаймын. Ең бірінші плюсы ол газбен кәдімгідей бірге бір үнемдеуің. 7000-ға бензинге кетсе 3500-ға газға кетеді. Ал екінші маған ұнаған жері полный бак газ құйып қоясың, полный бак бензин құйып қоясың. Сонымен, 1000 километрден астам жүріп тастайсың, спокойно жүретін болсаң бар ғой. Сол екі басты плюсы, осы екеуі маған ұнайды. Мысалы, бензинің бітіп қалса, газбен жүре бересің, газың бітіп қалса, бензинмен жүре бересің дегенде ауыстырып жүре бересің. Осы екі плюсы бүкіл минусты жояды деп ойлаймын. Каналға тіркеліп, жазылып, лайктарыңызды басып, комментарийларыңызды жазып, достарыңызға таратып қойыңыздар. Аман сау болыңыздар.